5 килограмм көдірімді Василий Топоев финалда Москвадан келген күресші Алексей Кинжигалиевнің тоғасқан. Үржезін 5-0 санаң ұтып, кипсті шалтырымы жеңіс тұтқан. Шир соғжыбыз Иван Подобныйның құмырт қызына шардылған сонар арасындағы турнирінің жеңісшізі болыпсты. Бұл келкі марғда андық пөзікшедеге хакас күресшілері арасынан Василий Топоевле жетті. Турнирны қажанық екінші телекай чемпионат етіп адапшалар. Тегі субботада стынестірген турнир, вольная борьба асқысты класс келген, что Краснодарда Стын Василий постағы орын алған. И прайзы, вот залы кем, залда болғым, күзігі болғым прайзы едік қол сапқынды и үйрінгінің Василийны қарды. Асқы сайманың пазы Абрек Чалтыгмашев аймақтың прайз шұшталжалары адынан турнир жеңісезіне алқысты сөстерін жетірген. Оламық бөзікшедігілерге шедерге алған база өнетін чақырқостыра еділген танығыны сейлан. Василий күресінің 3 жыл алды айғызып бастан. Анда да аға 11 жас болған. Аның пастағы тренері Степан Мамашев. Соның Олимп училищесінде үйренген, анда ол Геннадий Султрековтың қолына кірпарған. Путусқа Василий Топоев шитерінің Россия, Европа паза телекай марағыларында сыйықтық орнарға тұрысқан. 2016 жылда Тонбайрамда аға автомобиль сыйлалған. Иван Подобныйның құмырт қызына шағырдылған турнирда пис қати көзін санан, ше оң полбан. Пүлтізің сағынған сағызы толды. Амаға уже шибірге 8 жас и сесіншім, что ергізі күзі кіркеген же. И тренер менің мағат тренердан да тұқынчыз қады сірінчіміз результатыр аның парсықаныр. Бұл күнді Василий Қызылжарда Владимир Покаяковтың қолында ұзын телетші. Аның болғаны күні минуталаржа пасыл барған. Төрен өскен жердің жерде үстілі күнге келіп барған. Шасқыда март айда ол Иранда телекай кубогы үшін қарбазар. Анды жеңіс тұтса Европа чемпионатын зар жол азылар. Күзімға кешінчем, күзімге мағат праним бұлды, сақчым первый место хакасыздары келер. Аймақ базы Абрек Чалтыгмашев ол келкі марығыларға ұдыр, асқысты олық монитор тұрғызылып барыртып ізін тұрсалды. Василий Топоевтың көресеткенін шер соғжылары көне эфирде көрерлер.